Эндокринді бездер жүйесі глянduля эндокрины. Организм жалпы жүйке жүйесі, сонымен қатар эндокринді бездер жүйесімен реттеліп отыратын болады. Яғни осыны бізде эндокринді бездер жүйесі арқылы реттелуді гуморальды реттелу деп атайды басқаша. Яғни бұл бездерден арнайы өзінің секретін тікелей қанға бөліп отыратын болады. Ол өзінен бөлінетін секретін біз гормон деп атаймыз. Осы арқылы организмдер жүйкелік және гуморальдық түрде реттеледі. Организмде бірнеше эндокринді бездер жүйесі бар, соның ішінде біріншісі қалқанша безі, гландуля тироидия. Ішкі секреция бездерінің ішіндегі ең ірі тақ без болып табылады. Ол мойынның алдыңғы аймағында, көмей мен кеңірдектің аралығында орналасқан без болып табылады. Екі бөлікке бөлінеді: лобус декстер және лобус синистер. Осы екі бөліктің арасында екеуінің байланысқан жерін, оның қылтасын истмус глянduля тироидияны ажырататын боламыз. Қалқанша бездің оң және сол үлестерін бір-бірімен жалғастырушы қылта, ол кеңірдектің екінші және де үшінші жартылай шеміршегінің маңында орналасатын болады. Мінекей трахея осының арасы осындай шеміршектерден тұрады. Қалқанша безі осы оң және де сол үлестерінің жоғарғы полюстері қалқанша шеміршегінің жоғарғы полюсінен сәл төмен орналасатын болады. Ал төменгі полюстері 5-6 кеңірдекке дейін созылып жататын болады. Қалқанша бездің артқы бүйір беті жұтқыншақтың көмейлік бөлігімен, өңештің бастапқы бөлігі және де бүйір жағынан жалпы ұйқы артериясымен шектеседі. Сонымен қатар осы маңында вена югулярис интерна, ішкі мойындырғы венасы және де кезбе ми нерві жататын болады. Сонымен қатар алдыңғы жағынан мускулус стернохиедус, мускулус стернотироидус, мускулус омохиедус деген секілді бұлшықеттер, яғни мойынның ортаңғы топ бұлшықеттері жауып жататын болады. Қалқанша бездің қылтасынан немесе оның бір үлесінен жоғары қарай шығатын тағы да бір үлесшесін ажыратамыз. Бұл үлесшесі лобус пирамидалис, яғни пирамидалық үлесті көреміз. Бұл үлестің ұшы тіл асты сүйегінің денесіне дейін жетуі мүмкін. Ер адамдарда жалпы қалқанша бездің көлденең мөлшері 50-60 мм-ге дейін жетеді. Салмағы 30 жаста 25-30 грамм, 50-55 жастан кейін жалпы бездің мөлшері кішірейе беретін болады. Және де әйел адамдарда ер адамға қарағанда қалқанша безі ірі болады. Енді қалқанша безінің құрылысына келетін болсақ, жалпы қалқанша безі ең сыртқы жағынан қапталады, бұл капсуламен қапталады, туника фиброзамен. Енді мынау гистологиялық препараты гематоксилинэзин бояумен боялған. Бұл жерден біз енді капсуласын көре алмаймыз. Яғни бізге мынау бездің тура ортаңғы бөлігінен суреттің кесіндісін алып берген. Ендігі қалқанша без жаңағы сыртқы жағынан фиброзды қабықпен қоршалған деп айттық. Сол фиброзды қабық көмеймен, нақтырақ айтсақ, қалқанша шеміршегімен өте тығыз байланысқан. Сол үшін де көмей қозғалысқа ұшыраған кезде қалқанша без де сол секілді қозғалысқа ұшырайды. Енді бездің ішінде мына капсуладан дәнекер тінді қалқалар өтетін болады. Мінекей 3-ші номермен көрсетілген. Сонымен қатар ұяшықтарды көреміз. Бұл ұяшықтардың ортасы мына 1-ші номермен көрсетілген коллоидты сұйықтықпен, яғни қызғылт түсі коллоидты сұйықтықпен көмкерілген болып табылады. Сонымен қатар бұл ұяшықтың маңында пішіні жағынан текше пішіндес эпителия жасушаларын көреміз. Осы мынау біздің қалқанша безінің бір бөлікшесі болып табылады.
Осы қалқанша бездің бір бөлікшесінде тетрайодтиранин және де трийодтиранин атты ТH Т4 дейтін гормондар бөлініп шығатын болады, және де тікелей қанға түсіп отырады ол гормондар. Яғни қалқанша безінің негізгі қызметі тироксин гормонын бөлу болып табылады. Сонымен қатар бұл қалқанша без, өздеріңіз білесіздер, мектептен йодты жинау қабілетке ие болып табылады. Осы йодтың концентрациясы қалқанша бездің тінінде 300 есе көп болып келеді, чем қан плазмасына қарағанда. Осы қалқанша безі гипофиздан бөлінетін тиреотропты гормонмен арнайы реттеліп отыратын болады. Келесі бізде қалқанша маңы бездері. Гландуля паратиреидия деп аталады. Жалпы топографиялық орналасуына қарай оны жоғарғы және де төменгі қалқанша маңы бездері деп атаймыз. Яғни гландуля паратиреидия superior және паратиреидия inferior. Дөңгелек немесе сопақша пішінді денешіктер болып келеді. Қалқанша бездің үлесінің артқы қапталында орналасқан. Мінекей мынау көріп тұрғандарыңыздай жұтқыншақ және де өңештің бастапқы бөлімдері. Әр бездің мөлшері ұзындығы 4-8 мм, ені 3-4 мм, қалыңдығы 2-3 мм болып табылады. Бұл денешіктердің жалпы саны тұрақты емес, мына жерде енді 4-еу берілген, негізінен 2-ден тіптен 7-8-ге дейін бұл өзгере береді. Негізінен орташасында 4-еу болады. Әрбір бездерді біз лобус синис, лобус паратиреидия синистра superior, это inferior деген секілді, және де dextra superior және inferior деген секілді бөліп қарастырамыз. Салмағы 0,13, 0,36 граммның арасы болып келеді. Балаларда ақшыл қызыл түсті, ал ересек адамдарда сарғыш қоңыр түсті болады. Қалқанша маңы бездерінің гормоны парат-гормон деп аталатын гормон бөледі. Бұл парат-гормон кальций және де фосфор алмасуын реттеп отыратын болады организмде. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.